Міне жазда басталды. Біз балалармен жазғы сауықтыру лагерімізге келіп отырмыз. 2-3 күн болды келгенімізге. Енді бірінші күндері білесіздер, балалар 9 ай сабақтары бар, қалада болды. Лагерін сағынып, жаз сағынып, каникулды сағынып келіп отырмыз мына жерге. Қашан барамыз деп. Енді бүгін ашылуын, салауатты ашылуын өткізсек деп отырмыз. Балалардың бәрі келген жоқ, себебі 9-11 сыныптың балалары емтихан, енді тапсырып жатыр. Олардың әлі демалыстары басталған жоқ, әлі қалада. Қалған балаларды, емтихандарын тапсырған балаларды алып келдік. Но енді өзіміздің лагеріміз дайын, таза ауаға балаларды енді қаладағы газда отырмай кете берейік деп келдік. Мына жерден құжаттарымызды ертеден дайындап алғанбыз, ертерек ремонттың бәрін жасап, дайындықты жасап, соның бәрін істеп қойғанбыз. 4 күн түстен кейін ақырындап жеттік лагерімізге. Балалар қуанып жатыр, жүгіріп мына жерден үйдері сағынып. Енді жоспар көп жазға. Жылдан жылға бір программамен ғана емес, енді нетрадиционный какие-то бір формаларда өткізсек деп, балаларға өздеріне қызықты болсын деп. Осы мына жоспарды құрғанда ең біріншіден сол балаларға не қызық болады, қандай шаралар оларға тек қана қызықты емес, бірақ өздеріне пайдалы болады. Оларды дамытса деп ойлаймыз. Денсаулықтары жетсе деп, сондай оймен өзіміз келіп отырмыз, бірақ жоспарымыз көп. Бағана честен келіп тренинг өткізгенде тағы бір жақсы жоспарларды құрып жатырмыз. Лагердің маусымы басталды. Мұнда өте жақсы, керемет. Таңертең тұрғанда бізде пробежка болып жатыр. Пробежкеде біз жаттығу жасаймыз. Мұнда қыздар шемпинг жасап отыр. Сосын мұнда мероприятие болып жатыр. Мероприятие, дискотеки, кешке және дискотеки, кинопарк болады. Сосын мұнан көртам бізде кастинг істеп берген. Онда ұлдар мен қыздар волейбол, футбол ойнап жатыр.